15 наурыз мемлекет басшысының төтенше жағдай жариялауына байланысты Түркістан облысы полиция департаменті күшейтілген түрде жұмыс атқаруда. Төтенше жағдай ережесін бұзған 84 жайт анықталды. Оның 26-сына әкімшілік қамауға алынды. Қалған азаматтарға 10 айлық мөлшерде айыппұл салынды. 76 блокпост қойылды. 76 блокпосттың 55-і санитарлық бекеттер, қалғаны блокпосттар. Ол блокпосттар 7 елді мекенге қойылған, 7 елді мекенде коронавирус індеті анықталған жерде. Күні кеше Түркістан облысының бас санитарлық дәрігері қаулыға қол қойды. Түркістан облыс аумағындағы шектеу шараларын күшейтуге байланысты барлық автовокзалдар, ЖД вокзалдар, ойын сауық орындары толығымен жабылды. Кафе, ресторандар шектеу уақытысы бар. 18:00-ге шейін жұмыс атқарады. Әр отбасы үйінде отыру керек, шықпау керек, сақтану керек коронавирус індетінен. Сол себепті мен шақырар едім әр тұрғынды үйінде болуына. Өз-өзі сақтанса, отбасы да сақталады.